Сәлеметсіздер ме, қызықты әңгімелер каналының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге медбике қыздың алдануы туралы әңгімелеп беретін боламын. Қызықты әңгімелер каналына тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Телефон шырылдап қояр емес. Сыртта жүрген Гүлжан жүгіріп ішке кірді. Бірақ қоңырау басылды да қалды. Қап, үлгірмей қалдым-ау. Кім болды екен? Әлде Әлібек пе? Мейлі, керек адам қайта хабарласар деп шыға бергені қайта шырылдап жөнелді. Аяғын тезірек басып тұтқаны көтерді. Хабарласқан қайын сіңілісі Ажар екен. Жеңше, қалайсыздар? Ажар, сен бісің? Шүкір, аман есен. Өзің қалайсың? Жұмысың қалай? Үйреніп кеттің бе? Я, жеңше, үйрендім ғой, бірақ қиынырақ болып жатыр. Қалада талап көп, сол үшін де сізге хабарласып отырып едім. Ағам қайда? Ағам жұмысына кеткен, тексеріс келеді деп азанмен кетіп қалды. Жеңше, сізге айтарым бар, мен ауылға барсам бола ма? Ағам маған жұмыс тауып берсе, мен сонда жұмыс жасасам деп едім. Қалада қиынырақ болып жүр. Ауылда біраз үйреніп, тәжірибе жинақтап келмесем, кішкене қиналып жүрмін. Ағаммен сөйлесіп көресіз бе? Ағаңға айтайын, сұрап көрсін. Болып жатса, әрине жұмыс жасағаның жақсы. Медбике керек қой ауылға. Сұрап көрер. Жеңше, сұрап көріңізші, сосын қайта хабарын білермін. Ертең, деді Ажар. Кешкісін келгенде айтармын деп тұтқаны қойды. Ажар Әлібектің ағасының қызы. Өзі сондай әдемі, аққұба келген, пысық, ақ көңіл қыз. Гүлжан алғаш келін болып түскенде осы Ажар жеңшелеп қасынан шықпайтын, қасында жүріп көмектесетін. Сондықтан да Гүлжан Ажарды қатты жақсы көретін. Ажар да жеңшесін сүйікті жеңшем деп отыратын. Кейін Әлібек пен Гүлжан жұмыс бабымен басқа ауылға кеткен. Ал Ажар мектеп бітіріп қалаға оқуға түсті. Оқуын бітіріп қалада қаламын деп шешті. Енді міне ауылға кетсем деп отыр. Тұтқаны қойған Гүлжан қайтадан тірлігіне кірісіп кете берді. Кешкісін Әлібек келген соң барлығына шай тамағын дайындап, балаларының қарнын тойдырып жатқызған соң Әлібекпен оңаша сөйлесті. Әлібек, бүгін Ажар хабарласты. Қалада қиналып жүргенге ұқсайды. Жұмысы ауыр ғой шамасы. Қысқасы, ауылға барсам, ағам маған жұмыс тауып бере ма деп отыр. Не істейсің? Аурухананың бас дәрігері сенің досың. Мүмкін жұмыс сұрап көрерсің. Болып жатса осында келсін. Әрі Ажар келсе мен де қуанамын. Көрейін сұрастырып, егер табылса жазып айта жатармын, деді ағасы. Бүгін кеш болып кетті, таңертең барамын, деді Әлібек. Таң азанмен тұрып Әлібек ауруханаға жол тартты. Барып қарындасы туралы сөйлесіп көрді. Іздегенге сұраған деп медбикелер жетіспей тұрған екен. Қуана-қуана қабылдаймын, деді. 2 күн өтіп Ажар хабарласты. Жеңше, ағам сұрастырып көрді ме? Бар ма екен жұмыс? Әрине бар екен. Саған хабар қалай айтарымды білмей отыр едім. Өзіңнің хабарласып қалғаның дұрыс болды. Ажар, ауылға келе бер, жұмыс сені күтіп тұр, деп күлді жеңшесі. Қуанып кеткен Ажар, рахмет жеңше, болды барамын, деп қойды. Ажар жұмысынан шығып ауылға барып орналасты. Аяқ жолды жылдам. Ажар бәріне үлгіріп, барлығының көңілін тауып жүр. Өзі ашық жарқын еді. Аурулардың көңілін сұрап, жылы сөзін айтып, сөз жәрдем беріп жүр. Келгеніне 4 ай болса да, ауыл адамдарын әжептәуір өзіне баурап алды. Қолың жеңіл деп осы Ажарды іздейтін де болды. Өзінің ептілігіне риза болып Ажар жүр. Бүгінде кешкі уақытқа кешкілікке баруы керек еді. Жеңшесі екеуі бестік шайды ішіп, сырласып отырып қалды. Жеңше, мен кеттім жұмысқа, отырып қалыппыз ғой, кешігіп қалармын, деген Ажар ішкі киімін ауыстыруға кіріп кетті. Артынан Гүлжан бір зат алмақшы болып кіріп қалды. Кіре сала Ажардың ішіне көзі түсіп кетті. Кішкене асқазанның төмен жағы томпиып тұр екен. Қипақтап қалған Ажар жылдам киініп алды. Гүлжанға Ажардың ішінің сәл шыққаны ерсі көрінді ме? Немене қыз, басыңмен ішің шығып кетіпті ғой, деді. Білмеймін, тамақ ішсем болды, осылай шығып кетеді. Асқазаным ауыра ма, қайдам, деп қояды. Солай де, деген жеңшесі аса қатты мән бермей қайта шығып кетті. Күндер өтіп жатыр, барлығы өз тірліктерімен жүр. Әлібек азаннан кешке дейін жұмыс істеп кетеді. Гүлжан балалардың тірлігімен ол жүр. Күнделікті тамағы бар, киімі бар. Одан сиыр сауып, көбі пісіп, тез жасап, ауылдың тірлігі біткен бе? Таң атып, кеш батып, уақытты өте береді. Ажар да жұмысына барып келеді. Түнгі кезде түскен кезде күдікпен ұйықтайтын болды. Зымырап уақыт өте берді. Соңғы уақытта Ажарда бір нәрседен қысылып жүргендей болды, бірақ не болғанын айтпайтын.
Жеңшесі не болды саған, біреу ренжітті ме десе де, жоқ жеңше, бәрі дұрыс дейтін. Гүлжанның уайымы басталды. Бұл қызға не болып жүр, неге бұрынғыдай ашық жарқын болмай кетті, әбіржіп те кетті, бір нәрсені жасырып жүргені анық, бірақ не болды екен дейді. Күнде осы Ажардың көңіліне қарап жүретін болды. Бір күні екеуі шай ішіп отыр еді. Ажардың әрең демалып отқанын байқады. Өзі босанған келіншек бір нәрсені сезгендей болды. Ажар, осы сен неменен не жасырып жүрсің? Демалуында күдікті, әрең демалып отырсың ғой. Жүкті кезімде солай болып едім менде де. Алданып қалғаннан саумысың сен қыз? Жоқ жеңше, менде бәрі жақсы. Оны қайдан шығардыңыз дейді. Шынында да солай болса жақсы о. Жоға жеңше, жақсыратыным жоқ. Айтамын, бір жағдай болса деді. Осы сұрақ мазалап Гүлжан бірнеше рет қайталап сұрады. Бірақ ештеңе айтпастан Ажар тағы жабуды, қазанды жабулы күйінде қалдырды. 2-3 күн өткенде Гүлжанға ауруханадағы аға медбике Халима хабарласты. Гүлжан екеуі жақсы араласатын құрбылар. Аман саулықтан соң, Гүлжан, маған келіп кетесің бе? Не боп қалды? Жай ма? Телефонына айтатын әңгіме емес, келіп кетші. Жарайды, қазір барамын деді. Бірақ Гүлжанның іші сезіп тұрғандай болды. Әңгіме не жөн екені, өйткені оның соңғы уақытта бәрін байқап жүрген еді. Айтқандай барлық әңгіме Ажар туралы екен. Бара салып Халима Гүлжанды бөлмесіне сүйреп кіргендей болды. Гүлжан, сен ренжіме, осылай шақырып алғаныма. Айтпасам болмайды. Екеуміз құрбымыз, әрі Ажарда маған сіңілім сияқты. Бірақ сенің қайын сіңілің ойнап жүріп от басып қалған-ау. Соңғы уақытта демалысы да жиіліп, жүрісі де кішкене өзгеріп жүр дейді. Мұны естіген Гүлжан, өзім де күдіктеніп жүрмін. Сұрап едім, айтпады. Олай емес деп бой бермей отыр. Сен тағы сұрап көр. Екеуміздің де шатасуымыз мүмкін емес сияқты. Айтқанымыз рас болып, ертең ел алдына қарай алмай қалмаңдар. Әлібек те жақсы қызмет атқарады. Пәленшенің қарындасы үйде отырып босанып қалыпты деп жүрмесін елдірдеді. Қалимадан шыққан Гүлжан аяғын тез-тез басып үйіне келді. Келе сала тамағын жасап жүріп, ой үстінде жүр. Не болса да бүгін бәрін шешемін. Айтпаса басқа шара қолданамын деп өз ойымен арпалысып жүрді. Кешкі жұмыстан шыққан Ажар үйіне келді. Алдына тамағын қойып, Гүлжан сөз бастады. Ажар, кешегі әңгімені сенен қайта сұраймын. Алданып қалмадың ба? Жоқ дедім ғой жеңше. Мен бүгін сенің жұмысыңа бардым. Қалима сені байқапты. Жасырма айт. Екеуміздің де шатасуымыз мүмкін емес. Маған сен әйел адам ғана түсінеді. Егер мені алдап ертең ағаң білетін болса, не болатынын білесің. Сондықтан айт қазір, қанша жасырсаң да біліп тұрмын деді. Не керек? Ажардың ішінен барлық сырын суырып алғандай болды. Бір кезде отыра қалып Ажар жылады. Жеңше, айтып отырғаныңыз рас, мені алдап кетті деді. Кім ол? Қайдағы жігіт? Осы ауылдан ба? Айтмаған, өзім сөйлесемін онымен деді Гүлжан. Жоқ, қалада өзіммен бірге жұмыс істейтін дәрігер. Басында бойдақпын деп алдап жүріпті. Оның арбауына қалай түсіп қалғанымды білмеймін. Қайдан білейін? Бойдақ жігіт екен деп жүрсем, үйленген 2 баласы, отбасы бар екен. Оны да кейін болар іс болып қойған соң естідім. Алмайды ол мені. Бармай-ақ қойыңыз. Отбасымен бірге болсын. Отбасын құртқым келмейді деп әбден жылады. Неше ай болды? Қане көрсет ішіңді. Қалайша менен жасырып жүрдің деді ашуланды Гүлжан. Уақытым жақындап қалғандай деймін, жүруім де қиындап кетті деп ішінен ашып көрсетті. Ішін мықтап байлап алған екен. Ойбу, байлап тастапсың. Андағы балаға зиян тимесе болар еді. Не істейміз енді? Не ойлап жүрсің? Сен осы уақытқа дейін үйде босанып отырамын дейдің бе? Ағаңның мінезін білесің. Біліп қойса екеумізді де оңдырмайды. Қайтсем екен, нені дұрыс, нені бұрыс екенін білмей тұрмын. Сенің мұнда босана алмайтының анық. Не болса да қалаға барып босанасың. Бір шешімін табу керек. Әзірге босанып қоймай тұрғанда қалаға бара тұр. Жақын құрбыңа жағдайыңды түсіндір. Сосын бір мәдісі болар деді. Гүлжан уайымнан ұйықтай алмай қалды. Таң енді атып жатқан сол Гүлжан Ажарды оятып, босансаң хабарын берерсің деп қалтасына ақша салып қалаға шығарып салды. Әлбекке Ажарды жұмыспен қалаға кетті дей салды.
Қалимаға қалаға жібердім деп айтарсың деді. Содан бері неше күн өтті. Жанын шүберекке түйіп Гүлжан Ажардан хабар күтіп жүр. Не болар екен деп. Хабарласқан Ажар жоқ. Тағаты таусылды. Хабарласайын десе телефон жоқ, күтуден басқа амалы болмады. 10 шақты күннен кейін Ажар ауылға қайта оралды. Қолында бала жоқ, жалғыз өзі. Сүйретіліп ішке кірді. Үйге кіргеннен Гүлжан алқымнан алды. Бала қайда? Тастап кеттім. Қайда тастап кеттің? Бір апайға. Енді не болды? Кім ол? Таныс апай ма? Ол баланың жағдайы не болмақ? Енді не ұрысқаны жеңгесіне уайымдамаңыз. Сенімді адамдарға өз қызымды қалдырдым. Жағдайлары да жақсы екен. Менен гөрі сол кісілер жақсы қарайды деді. Неге хабар бермедің? Bir хабарыңды күтіп сары уайымға салындым ғой. Сізге хабар бере алмадым. Ауылдан кеткен соң 4 күннен кейін босандым. Не істерімді білмедім. Сондағы бір медбике басымдағы жағдайды айтып едім. Ол кісі өзінің танысын ертіп келді. Сол жерде дәрігер болып жұмыс істейді екен. Біраз жыл болыпты, сәби сүйе алмай жүргеніне. Түсі жылы, жайдарлы апай екен. Өзіне қалдыруын сұрады. Ешкімнен кем қылмай, мәпелеп аялап өсіремін деп сөз берді. Мен де сол баланы мұнда әкеле алмайтыным анық. Ең болмағанда жақсы бақуатты отбасында таршылық көрмей өссінші деп тастадым деп бір жылап алды. Не керек? Болар іс болды. Әрі қарай жылжу керек. Біраз уақыттан соң барлығы ұмытылып кеткендей болды. Ажар қайтадан жұмысқа шықты. Уақыт өте келе Ажарға сол ауылдың бір жігіті сөз салып жүрді. Өзі сымбатты жігіт еді. Ажарға ұнайтын. Бірақ Ажар өзінің міні болғанына оған өз келісімін бермеді. Күнде сол жігітті көру қиынға соқты. Жігіттен алыс жүргісі келіп, ауыл орталығына жұмысын ауыстырды. Ол жақта жұмысқа алданып жүрді. Кейін өзімен бірге жұмыс істейтін Ерғали сөз салды. Ерғали аузын ашса жүрегі көрінетін ақ көңіл жігіт еді. Өзі бұрын ажырасқан, тең-теңмен, тезек қабымен деген өз теңі болған соң Ерғалиға жоқ демеді. Екеуі отау құрды. Содан бері 27 жыл өтті. Қазіргі таңда Ажар Ерғали екеуі Астанада тұрады. Бір ұлы, бір қызды тәрбиелеп отыр. Әне-міне деп ұлын үйлендірдім деді. Құрметті оқырмандар, менің әңгімем сіздерге ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.